Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздерде барлық жерде қолданыста ойнап жүрген дойбы шашка ойынындағы көп ойындарда кездесетін тұзақ құру тәсілі, яғни қалай оңай жеңіске жетуге болады, қарап көрейік. Ақтар былай жүріс жасайды. Барлығы бұрышқа жеңуді қалайды. Бұрышты ұтып керек, немесе нағашты ұтып керек. Қарнасы бұрышқа қарай шабуыл жасайды. Ол жейді, ол қаралар жейді. Ақтар нағашты шабуыл жасайды. Одан қаралар қайтып түсіп, ақтар нағашты қарай шабуыл жалғастырды. Ол жеңген келді. Біз қаралардың бұрышқа бірінші барамыз, ақтардың бұрышқа бірінші келеді. Осы кезде не істейміз? Көп топтардан мақсатты жүргенміз. Енді мына жерде қанша 70-80% ойыншылар олай жүріс жасайды. Ол жүріс негізі есепсіз жасалған жүріс, ал бірақ оны қаралар қалай пайдаланады? Егер қаралар жақсы пайдаланылса ойында, онда демек бұл жерде ойында ұтысқа ие болады. Енді қарап өзіңіз пауза жасап, өзіңіз вариант қарап көріңіз. Шешім таба алсаңыз, таптыңыз, ал таба алмасаңыз, мынандай керемет жүріс бар екен. Оны біз ойлап, ана құрбандыққа саламыз. Ол жеді. Енді біз не істейміз? Келесі тағы бір тасымызды құрбандыққа саламыз. Ол жеді. Енді қараңыз, неше тас жейміз? Мынамен былай десем, мынамен былай десем, 4, 2, 3, 4, 5 тас. Осыны 5 тас жеп, жеңіске оңай жетуге болады. Ары қарай қарапайым тастарды бекітіп, ары қарай оңай жеңіске жетуге болады. Бүгінгі сабағымыз осы. Келесі сабақтарымызда егер осыны тағы жалғасын тапсын десеңіздер, комментарий қалдырып, лайк басып, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер.